Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалатын рулеттің рецептін ұсынамын. Бір жасағаннан шығатын тексерілген рецепт. Менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, осы видеоны достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Ыдысқа 3 жұмыртқаны жарып салып, үстінен 3 ас қасық майонез қосып араластыратын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауды сұраймын. Енді осы массаға 3 ас қасық манная крупаны салып, тағы да жақсылап іртіксіз етіп араластырамыз. Осындай сұйықтау масса болады. Енді осы массаның үстінен ірімшігімізді теркадан өткізетін боламыз. Бұл уақытта біздің пешіміз 180 градуста қызып тұруы қажет. Барлығын жақсылап араластырып алып, противеннің үстіне пергамент қағазын төсеп, осы массаны жұқалау етіп, 4 бұрышты етіп жаятын боламыз. Қатты қызартып пісірудің қажеті жоқ, 10 минут шамасында пісіретін боламыз, бір-біріне біріксе бізге жеткілікті. Жұқа етіп жаятын боламыз, өзі ісініп, формасын жақсы ұстайтын болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Бізге тауықтың жұмсақ еті қажет болады. Жұмсақ етін осындай ұсақтау бөліктерге бөліп турап алып, блендермен езетін боламыз. Блендермен езіп жатқан кезде бір ас қасықтай сұйық май қоссаңыздар да болады. Орташа бір пиязды бірнеше бөлікке бөліп, жаңағы тауықтың етіне араластырып, тағы да блендермен езетін боламыз.
Дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосамыз. Барлығы жақсы араласып, паштет секілді масса болады. 10 минуттың ішінде біздің омлетіміз осындай болып шығады, бір-бірімен бірігіп, формасын жақсы ұстайды. Омлетімізді фольга қағазына аударып, осы омлеттің үстіне жаңағы салмасын біркелкі етіп жұқалап жағып шығамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, осы видеоны астындағы поделиться батырмасын басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймын. Салмасын жағып болғаннан кейін арасына сәбіз қосатын боламын. Сәбізді осылай турап алдым. Видеода көрсетілгендей сәбізді осылай 3 жерінен қойып шығамыз. Видеода көрсетілгендей сыртын фольгамен нығыздап орап, екі шетін түйетін боламыз. градус қызып тұрған пеште 25 минут шамасында пісіріп аламыз. Рулетіміз пісіп шықты, фольгадан ажыратып алып, тура берсеңіздер болады. Өте дәмді, өзінің формасын жақсы ұстайды. Барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау көрсеткендеріңіз үшін үлкен рахмет.